Сәлем достар, бүгін біз тепра пирогын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаға шекерді қосып, миксерлеп араластырып аламыз. Араластырып болған соң қаймағымызды және ерітілген майымызды салып, содаға ұқсыз қосып, барлығын миксерлеп араластырамыз. Араластырып болған соң ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып болған соң 2 табаға бөліп салып аламыз. 2 табаға бөліп салып алған соң какао ұнтағын салып, дәл осы видеодағыдай етіп 2 ас қасықтап салып отырамыз. Салып болған соң дәл осындай ою саламыз. Көргендеріңіз үшін көп рахмет. Лайк басамыз, комментарий жазамыз. Астарыңыз дәмді болсын.